Кайырлы күн достар, бүгін өте дәмді Цезарь салатын дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыздар. Видео жүктегенде сіздерге хабарлама барып тұрады. Алдымен тауықтың төс етін маринадтаймыз. Оған тұз, паприка және зәйтүн майын қосамыз. Егер зәйтүн майы болмаса, сұйық май қоссаңыздар да болады. Тауық етін маринадқа 15-20 минутқа қалдырамыз. Маринадталып болғасын қызып тұрған пеште 170 градуста 30 минуттай пісіреміз. Енді салатқа қосатын сухари дайындаймыз. Тостер нанын қолдансаңыздар да болады. Мен багеттің сыртын осылай ашып, қатты жұқадай емес, қатты қалыңдай емес, орташа деңгейде осылай кесіп турап шықтым. Нанды турап болған соң, оған паприка және зәйтүн майын қосып, араластырып, 200 градус қызып тұрған пеште 13-15 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей тауық етіміз пісті. Тұздығын дайындаймыз. Майонездің үстіне анчоусы қосамыз. Майын қоспаймыз, тек анчоусыдың өзін қосамыз. Маринадталған каперсіні қосамыз. Пармезан ірімшігін және сарымсақты бөліп қосамыз. Блендермен жақсылап еземіз. Мінекей оригинал соус дайын. Тоңазытқыштан шыққан салқын айсбергті қолмен үзіп ыдысымызға саламыз. Пармезан ірімшігін өте ұсақ үккіштен өткіземіз. Бұл пармезан ірімшігінің аз бөлігін салатқа қосамыз, қалған бөлігін салаттың бетіне себеміз. Тұздығымызды қосып, жақсылап араластырамыз, массаны басып алмаймыз. Черри қызанағы мен бөдене жұмыртқасының аз ғана бөлігін қазір біз салатқа қосамыз. Қалған бөлігімен салаттың бетін әсемдейміз. Салатты басып алмай араластырамыз. Бағанағы пеште піскен тауық етін турап шығамыз. Тәрелкемізге салатты қоямыз. Бетіне тауық етін қойып шығамыз. Бөдене жұмыртқасын және черри қызанағын, бағанағы пеште піскен сухариді қойып шығамыз. Бетіне бағанағы ұсақ үккіштен өткізілген пармезан ірімшігін қосамыз. Мінекей Цезарь салаты дайын, баршаңызға ас болсын. Енді престиж салатын дайындаймыз. Дәмі ерекше салаттардың бірі. Қайнап тұрған суға тұз қосып, гүлді қырыққабатты салып 2-3 минуттай қайнатамыз. Піскеннен соң осылай сүзіп алып суытамыз. Брюссель қырыққабатын қайнап тұрған суға салып 5 минуттай қайнатып аламыз және суытамыз. Ас шаянның үстіне паприка, тұз және лимонның шырынын қосып, маринадқа 5 минутқа қалдырамыз. Табаға сұйық май құйып, қызған табаға сарымсақты осылай турап қуырып аламыз. Біз ас шаянды қуырған кезде ерекше дәм беріп тұрады. Ас шаянды 2-3 минуттай қуырып аламыз. Қиязды турап шығамыз. Гүлді қырыққабаттың осындай жерлерін алып тастап, ыдысымызға саламыз. Черри қызанағын ортасынан екіге бөліп қосамыз.
брюссель қырыққабатында ортасынан 2-ге бөліп қосамыз. Рукколаның осындай шет жерін алып тастап, жегенге ыңғайлы етіп тураймыз. Айсберг жапырағын қолмен үзіп, ыдысымызға саламыз. Тоңазытқыштан шыққан салқын айсберг болған жөн. Піскен аш шаянның осындай шет жерлерін алып тастаймыз. Салатқа осындай свечили соусын қостым. Гранатовый соус қоссаңыздар да дәмді шығады, олай да жасап көрдім. Салатты енді ыдысымызға салып, көкөністеріміз бетінде көрінетіндей етіп, бетін әдемілейміз. Ең соңында бетіне піскен аш шаяндарымызды қойып шығамыз. Бальзамический крем соуспен бетін әсемдеп шығамыз. Мінекей біздің ерекше салатымыз дайын. Видеоны достарыңызға поделиться етіп, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.